Саламатсыңдар ма, балалар? Қалайсыңдар? Үй тапсырмаларың дайын ба? Дайынбыз. Дайынбыз. Олай болса, үй тапсырмасын бір еске түсіріп жіберейік. Қане, үй тапсырмасына не бергенімді кім айтады? Әй бәрекелді, Ажар, қане сен айта ғой. Әркім өзінің ең сүйікті досын және оны сүюіне себеп болған мінез құлықтарын жазуы керек. Дұрыс айтасың, дәл солай. Бірақ ол ерекшеліктер мен қасиеттер досыңның бойында расымен де болу керек. Солай емес пе? Иә. Яғни, ойдан қиялдан құрастырылмау керек дедік. Солай ма? Иә. Иә. Ал, ендеше кім бастайды? Мұғалім, мен бастайыншы. Бастай ғой бегім. Қиналғанда үнемі жанымнан табылады. Маған сыйлықтар алады. Ылғи бірге жүреміз, бірге тамақтанамыз. Әзіл қой және көңілді, әрі ең сүйікті дос. Иә, бұл кім екен? Көршіміздің қызы, ауылдағы досым Айша. Бәрекелді бегім, жарайсың, отыра ғой. Ал, енді кім оқиды? Қане Арман, сен оқи ғой, сені де тыңдайық. Жаныма ең жақын жан, әрбір сөзіме құлақ асады. Өте көңілді, мені қатты сүйет. Бөліскенді ұнатады, жәрдем еткенді жақсы көрет. Қане, бұл кім екен? Қарындасым Ділда, досымдай боп кеткен. Жарайсың, өте жақсы. Ал, әрі қарай кім жалғастырады? Ағай, мен айтайыншы. Зейнеп, сен оқи ғой. Айтқанымды екетпейді, сүйеді, ой пікірлеріме құрметпен қарап бағалайды, сыйлықтар алады, ақша қажет болса қажеттілігімді өтейді. Әзілдесуді де сүйеді, түсінігі мол. Кім екен ол саған ақша беріп жүрген? Әкем, достай боп кеткенбіз. Жарайсың Зейнеп, керемет. Қане, тағы кім бар оқитын? Қане Сұлтан, сен не жазып келдің? Орынсыз сөйлемейді, жаман сөз айтпайды, үнемі салмақты, өте байсалды. Бос істермен айналыспайды, ешкімнің көңілін қалдырмайды, үмітін үзбейді. Адамнан кемшілік іздемейді, шындыққа қайшы мақтауды қабыл етпейді, кешіруді сүйеді. Өз жанына бола ашуланбайды, ашуланса да дөрекілік танытпайды. Ешкімді ренжітпейді, күлім көзді, әділетті, әрі мейірімді, жасандылықты, көз бояушылықты, екіжүзділікті ұнатпайды. Өзін басқалардан артық санағанды мүлдем қаламайды. Ешбір жанды айыптап сөкпейді. Сөйлесіп тұрған адамнан жүзін басқа жаққа бұрмайды. Соңғы әңгімелескен адаммен де алғашқы әңгімелескен адамдай мұқият тыңдайды. Әзілдесе де жалған айтпайды. Аз сөзбен көп нәрсені ұқтырады. Сұлтан, тым асырайтып жіберген жоқсың ба? Біз не деп едік? Өмірде бар болған, бойынан табылуы мүмкін қасиеттерін жазамыз деп едік қой. Бірақ менің сүйікті досымның бойында айтқандарымның барлығы тіпті артығымен бар. Солай ма? Ендеше сенің ең сүйікті досыңның кім екенін біз де біле жүрейік. Айта ғой, кім ол? Адамдардың ең жақсысы, адамзаттың ардақтысы, менің ең жақын досым, пайғамбарым Мұхаммед.